Балдар қалай ұнады ма? Балдар жай қарап тыңдап отырмай, ерекшеліктерді, қызықтарды, өзіңіз білмегендеріңді, көрмегендеріңді қарап отырыңыздар. Ержан мырза, мына шығарманы орындау барысында жаңа біздің студенттер түгіл, мен өзім көрмеген, естімеген аспап. Яғни жолбарыстың дауысын салып жатқан аспап. Осы жөнінде бір-екі ауыз сөз. Авторы Қазханнан бар бұл аспап, неге жаңадан шыққан аспап бар. Осы жөнінде бір ауыз сөз айтып кетсеңіз. Өте жақсы мәселені көтеріп отырсыз. Бұл шеберлеріміздің еңбегі турасында. Расында шеберлер болмаса, осы аспап шеберлері, музыкалық аспап шеберлер болмаса, біздің қолымыз шолақ болатын еді. Сондықтан мына аспаптардың көбісі біздің Қазақстанның ең мықты деген шеберлердің қолынан шыққан. Ал енді бағана Тұран Жолбарысы шығармасында мына қауақ деген өсімдік бар. Мысалы, қауақ дейді, ас қауақ, ас қабақ. Енді мына өсімдік ішінде қуыс ештеңе жоқ, өсімдік. Бірақ бұны ыдыс ретінде, аңшылықта, тіпті осындай музыкалық аспап ретінде де міне көріп отырсыздар. Алғаш осы қазақ қолданысқа енгізді. Бұны жасаған автор Азамат Бақия деген осы консерваторияның түлегі, мықты сыбызғышы, өзі шебер. Бетіне тері қапталған, ішіне аттың, жылқының қылы шығарылған. Бұны доңыз қауақ деп те атайды. Аңшылықта үркіту үшін, немесе қақпанға, приманка, қақпанға түсіру үшін осы аспапты қолданып отырған, даусын шығарып. Сол арқылы аңға. Одан кейін мына қазақ деген ет жеп, одан кейін сүйектерді лақтыра салмаған. Тіпті жарамайтындарын итке беретін шығар, бірақ мынандай да аспаптар жасап бар. Бұл жіліншік деген аспап. Барлық аспаптардың осы келуінің бастауында ұлы ғалым Болат Сарбаев тұр. Сондықтан Болат Сарбаевтың арқасында монографиясы жазылған, білесіздер. Соның арқасында біраз аспаптың бізге ориентирді адасып кетпеу үшін сол кісінің еңбектерінде жазылған, бірақ сахнада жоқ, өкінішке қарай. Сондықтан жаймен шығарып жатырмыз. Сол жіліншік деген аспаптың дауысын естідіңіздер, кішкентай қойдың ғана жілігі. Содан ішін қуыс қылып, тесіп, жанын тесіп, өйстіп аспап жасап шығаруға болады. Көшпенділер аспап. Ереке сабағымызды әрмен қарай жалғастырайық. Мен байқап отырмын, көрермендер негізгі сіздердің репертуарыңыз бен шығармаларыңызды тыңдауға келіп отыр. Әрине сабақ болғаннан кейін арасы сұрақтар да қойып, осыдан әр аспап жайлы бір шағын ғана түсінік беріп отырсаңыздар, нұр болады. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Келесі тыңдайтын шығармаларыңыз «Жол» деп аталады. Осыдан біраз уақыт бұрын түркі халықтарына, Түркиядан бізге ұсыныс түскен, заказ дейміз ғой, заказ түскен сериалдарына, Ұлы Селжүктер дейтін сериалдарына бізге саундтрек жазып беріңіздерші деген. Енді соны естіп, тыңдап көрген біздің қазақ фильмнен бір режиссер жігіт сол бізге ұсыныс тастады. Өзінің «Рух» деген қысқа метражды фильміне саундтрек жазып беріңіздерші деп. Енді жол туралы шыққан тарих туралы айта кететін болсақ, мысалы адам өмірінде, ғұмырында әртүрлі өмір жолы болады. Мысалы сол жерде фильмде былай көрсетілген әйел адамның жолы туралы, әйел адамның рухы туралы көрсетілген. Оны егерде көргілеріңіз келсе, осы 25 қараша күні Арман кинотеатрынан барып қарап көрсеңіздер болады. Сол жерде бүкіл музыканы біз өзіміз шығарып, сол жерде ойнап көрсетеміз. Кел сол шығарманы қабыл алыңыздар, тыңдай отырыңыздар. Сағат 4:30-да.
Қайырлы кеш баршаңызға. Келесі орындалатын шығарманың аты Ұлы жібек жолы. Бұл шығарманың тарихын айта кететін болсақ, Хасақ тобының сапарлары көбінесе Қытай елінде болды. Сол Қытай еліне барған сапарларда бүкіл фестивальдер, конкурстар осы жібек жолының тақырыбында аясында болды. Бір күні бізге Лондонға шақырту алдық. Лондонда концертті ұйымдастырған түрік елінің ұйымдастырушылары және композиторы. Түрік композиторы әр елден музыканттарды жинап, Өзбекстан, Иран, Қытай, Қазақстан өзіміздің нақыштағы музыканы жазып және байланыстырушы музыкасын түрік елінің музыкасын қылып қойды. Соған біздің намысымыз келіп, бұл біздің идеямыз ғой деген ойға келіп, 2019 жылы сонау Қытайдан басталып музыкамыз ары қарай Өзбекстан, Иран, Стамбулға, Түркияға келіп тоқтайды, және де ортасындағы байланыстырушы музыкасы ол қазағымыздың музыкасы, қазақи нақышпен. Алдарыңызда Ұлы жібек жолы, қабыл алыңыздар.
ереке мынарда бізге таныс емес тағы да бір аспапты көрдік. Атын, жуын, диапазон, авторын. Қазақтарда барлық музыкалық аспаптар, ұлттық бұйымдардың бар, көшпелі халықтың біразында осы табиғи материалдардан, шикізаттардан жасалған, тері, жіп, ағаш, енді темір араласып жататын кездер де бар. Осы керней деп айтады, кернейлетіп кіріп келді деген бізде жыр дастандары бар. Мысалы, жырларды тыңдасаңыздар, сондай сөздер бар. Осы керней деген аспап осы, бұдан да ұзын болады негізі. Жасай беруге болады, дыбысы қатты шықсын десе, төменірек шықсын десе, бұны үлкейтіп ұзарта беруге болады. Сондықтан бұл да Азамат Бақияның қолынан шыққан, біздің досымыз, керемет тапқыр, гений, шебер. Сондықтан ол кісіге үлкен рахмет етемін. Тікелей эфир көріп жатқан шығар. Азамат, рахмет. Жеке дыбысын. Микрофон көрілсей. Келесі білесіз қай шығарма екен? Білмейсіз. Біз бүгін тосын сый алып келдік. Негізі төлеп берген ағамыздың қарапайымдылығына қарап, көп адам жай адам деп ойлап қалады. Негізі кітап шығарудан бүкіл консерваторияда, Қазақстанда осы музыка саласында жүрген адамдардан рекордсмен деп осы кісіні айтуға болады. Өзі бір консерваторияда 6-7 оқу әдістемелік кеңес өтеді, ғылыми кеңес өтеді. Соның әр қайсында кем дегенде бір кітап, көп дегенде 3 кітап жібереді ғой, өз атынан. Ойлаңыздаршы, сіздер енді мына жақта сабақта байқамайтын шығарсыздар, мен куәгермін. Сондықтан бұл кісінің композиторлық қыры керемет, композитор одағының мүшесі, және күйлерде өте бір қызық. Бізде енді өзіміздің талғамымыз бар, бізге ұнаған бір күй бар. Құспаздар деген күйді білесіңдер ме, жігіттер, қыздар? Кім біледі? Кім естіп көрді Құспаздарын? Тамаша. Осы Құспаздар деген күй бізге де ұнады. Тарихын білесіздер ме? Естіген жоқсыздар да? Онда қысқа да нұсқа айтып кетейін. Кім айтып жүрді бізде Құспаздарын? Мен өзім айтып. Біреудің сөзін тартып алмадым ма деп атқанмын. Енді Төлеп аға өзі керемет айтады, бірақ енді мен шамам жеткенше айтып көрейін. Бұл кісі достарының барлығы аңға шыққыш достар, аңшылар. Төлеп ағамызды алып кетеді. Төлеп ағамыздың қалтасында әр кезде карандашпен мынандай қағаз жүреді екен. Өйткені аяқ астынан бір шабыттан музыка келсе жазып отырады екен. Сондай бала жас кезінен сондай әдеті бар екен. Бір күні сөйтіп аңға шығамыз деп алып кеткен екен. Ана көлдің ортасына алып кеп, мынандай кішкентай арал, мен арал шық деп айтайын, өз атын айтпай қойын. Арал, кішкентай арал, қамыс өсіп тұрады, білесіздер ғой. Сол жерге Төлеп ағаны тастап кеткен рациясымен. Сөйтсе айтқан ғой, құстар қонады мына жерге. Сол кезде ат деген ғой. Сөйтсе бұл кісі ұйықтап кетті. Ұйықтап кеткеннен кейін достар рациямен, "Ей, Төлеп, тұр, ат" деп отыр екен. Сөйтсе бұл кісі ойбай деп оянып, сөйтіп не болып кетті деп мылтығын жайлап алып, бүйтіп қамыстың басын көтерсе, көлдің бетінде кәдімгі құстың базары болып отыр екен ғой. Үйрегі бар, басқасы бар, қазы бар, араласып жатыр екен. Кейбір құстардың атын да білмеймін дейді. Кәдімгідей бәрі қонып алған, мен жатқанымды ешкім білмейді дейді. Ана жерде құстардың ешқайсысы сезіп тұрған жоқ. Ана жерде демалуға қорқып тұрмын дейді, ұшып кете ме деп. Сөйтіп қарап, анау ат дейді. Сосын бағанағы карандашпен қағаз бар, соны шығарады, 5 сызық сызады, на слух нотасымен ана құстардың дауысын. Енді ля бемоль, си бемоль дедім екен, білмеймін енді. Сондай бір өзі жазған ғой енді. Жазып келтірсе, соның ана кейін үйге келіп ойнап көрген ғой. Сол жерде бір күшті сөз бар. Ана аңшылар келіп, бірге де тарс-тұрс атқан ғой, бұл кісі атпағаннан кейін. Сөйтіп қайықпен келіп, сөйтсе Төлеп аға бүйтіп жазып жатыр дейді нотамен. Сөйтсе, мынау сурет салып жатыр ғой деп айтады. Біз бұны аңға алып шықсақ, бұл сурет салып жатыр ғой деп айтады. Сондықтан бұл кісі соны кейін үйге келіп орындайды, ол кейде шабыт келмейді, ары қарай бітіре алмайды. Бір күні бір концерттен сондай толқып, керемет әсер алып, осы күйді бітіреді екен, Құспаздар деген күй. Бұл күй бізге де өте қатты ұнады. Біз де өзімізше өңдеп, бүгін тұсауын кесеміз. Артық кем болса Төлеп аға кешіріп қоясыз.
шертер деген аспап бар ғой. Бісміллә. Иесінің алдында ойнаған қиын екен. Балдар негізі менің күйімді тарсын деп шақырған жоқтым ішіне. Бұл шынымен де маған үлкен тосын сый болды. Ал балдар әдеттегідей сұрақ жауап. Кімде қандай әдемі сұрақтар бар? Қыздар, балдар, қысылмаңыздар. Ойында осындай ансамбль құрамын, осындай ансамбльде боламын, немесе осындай
мультимузыкант болам деген балдар қыздар кез келген сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Музыкаға байланысты, аспаптарға байланысты. Кәнекей. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Өте керемет біз үшін сабақ, концерт болып жатыр. Мен сіздерге қоятын сұрағым, мына шығармалар тыңдап жатырмын, өте керемет үндесуі. Осы шығарманы жазғанда аспаптарға қалай жазасыздар, қалай үндестіресіздер, үндестігі қалай, сол туралы қызық маған. Керемет, әдемі сұрақ. Енді бұл негізі баяғыда магистратурада оқып жүрген кезде осы жайында бір кітап оқығам. Бұл жайында ғылым бар. Қай аспаппен қай аспап бірге ансамбльде, оркестрде жарасады, қайсысы жараспайды, қай кезде жараспайды, қай кезде жарасады деген сияқты. Сондықтан енді әр ұлттың өзінің бір жарасымды, өзінің бір рахаты, эстетикалық бір ләззат алатын тұсы болады. Дегенмен мысалы енді үйрек мысал айтайық, үйрек деген кезде шіңкілдек ойнап отырсақ, аққу деген кезде барбыт ойнап отырсақ, ұрмал аспап ойнап отырсақ, бәрі үйлеспейді. Бағана қоңқылдаған дыбыс шертерді әдейі алдым. Кішкене бір үйректің қоңқылдаған бір жағынан қазақи бір бояу болсын, бір жағынан қоңқылдаған үйрек қаздардың даусын берсін деген. Яғни табиғат жайында суреттесеңіз, табиғаттың сол дәл жан жануар немесе бір құбылысты суреттейтін соған жақын аспапты таңдауға тырысасыз. Ал енді өңдеген кезде бір-біріне кедергі жасамау керек қой. Бағана базар дегеннен бұл жерде бір жақсы базарда араластырасың да, рахат жері. Араласқан кезде рахат болады да. Ал кейбір шығармаларда тиіспеу керек. Жетіген ойнап жатыр ма, жетігенге мешать етпейсіз. Біздің түсінігімізде жетіген сүйемелдеуші аспап сияқты ғой тек қана. Жоқ, жетіген ойнап жатыр ма, оған тиіспеу керек. Тек демеп отыру керек. Бірақ әр аспап өзіне тән ерекшелігімен орындау керек. Біз осыны айтқымыз келеді. Енді көрсетейін десем, ыңғайсызданып тұрғанда. Жақсы, түсінікті. Балдар, мына Хассак ансамблінің мен байқаған тағы да бір ерекшелігі бар. Байқап отырсыздар ма? Бұл жерде тек қана Ержан сөйлеп отқан жоқ, яғни қыздар да барлығы да күй тарихын немесе келесі шығарманы барлығы да айтып отыр. Бұл бастағы осы сабақты жетілдірудегі кейіннен күй аңыздары мен тарихы деген пәнді консерваторияға ендірудегі менің жеке сабағым болғаннан кейін менің жеке ойым сөйлеп үйрену керек балдар. Ешқайсыңыз қазір жататын күйлеріңіздің тарихын білмейсіздер. Тіпті білген жағдайда ұялып, қысылып айта алмайсыздар. Тіпті алдарыңызға келіп отқан қонақтарға да сұрақ қоюға ұялып отырсыздар. Ұят кейде адамды өлтіреді. Адамды өлтірмесе, адамның арманын өлтіреді. Сондықтан балдар сұрақ қоя білуде өте үлкен өнер. Кәні, кімде қандай сұрақ бар? Ой, мұналарың керемет, өте жақсы. Саламатсыздар ма? Келгендеріңізге көп рахмет. Керемет концерт болып жатыр, бір жағынан сабақ. Менің қояр сұрағым Ержан Ерболатұлына, жалпы бастапқыда Хассакты құрған кезде не затқа, қалай айтсам болады, қарап құрдыңыз? Затқа десей? Қандай бағытқа қарап құрдыңыз деген? Кез келген жерде сұрақ түсінікті. Кез келген істі бастамас бұрын, егер өзіңіз бір тапқыр болып, ешкім жасамаған дүниені жасағыңыз келсе, ол құба-құп. Егер де ондай неңіз болмаса, онда еліктеңіз. Еліктейсіз, сосын өзіңіз жолыңыз табасыз. Еліктей отырып, сіз біреуді қайталай бергеннен рахат таппайсыз ғой. Бір өзіңіздің ерекшелігіңізді. Біз де еліктедік, артынан қазір бір 5 жылдан кейін, 4 жылдан кейін өзіңіздің жолыңыз табасыз, сол жолмен бөлек кетесіз.
көп дүние еліктеуден шығатын сияқты балдар, иә. Жас кезімізге көзімізге көрінген немесе көзімізбен көріп тыңдаған әншіге еліктейміз, сондай болсақ дейміз, иә. Күйшілердің көбісі Қаршығаны, Рысбай ағаны, Төлеген Момбекті көргендердің барлығы да менің арманым тек осылай күй тарту, соған жетсем болды деп бастаймыз. Бірақ әрмен қарай жетіле келе өзіміздің жолдарымызды тауып кете береміз. Яғни еліктеу ол ең алғашқы сізді бір ізге қоятын дүние балдар. Келесі сұрақ. Гениялар еліктемейді ғой. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Рахмет. Өте қуаныштымын сіздерді көргеніңізге, әсіресе кураторды. Менің есімім Нұржанқызы Аружан болады. Сіздерге қояр сұрағым, Ержан ағай, сіз бір сұхбатыңызда осы біздің топ өзіміздің елімізге қарағанда өзге елдерге танымал деп едіңіз. Солай айтуыңыздың себебі неде және де қалай таңылдыңыздар? Интрига. Жоқ, бұл негізі масс культура дейді ғой. Жаппай көп тыңдайтын бізде популярный музыка, поп музыка деген сияқты сөз өнерімен, әсіресе бізде сөз көп емес қой. Сөз болмағаннан кейін аспаптық музыканы кез келген елге барсаңыз көп адам тыңдамайды. Тіпті жазды алсаңыз да, қайсын алсаңыз да аудиториясы өзінің бір шағын. Ал енді андай бір көбейтіп рокқа дейін көтерсеңіз, мүмкін аудиториясы кеңейетін шығар, өйткені оның сахналары да үлкен. Ал біздің аудиториямыз өте кішкентай ғана. Және Қазақстанда ғана отырсаңыз, аудиториясы өте көп емес. Біз айтамыз, бір нақты елді айта алмаймыз. Бір нақты елге, мына елде бізді күшті тыңдайды, басқа жақта онша емес деген сөйтіп айта алмаймыз. Әр елдің аудиторияларын барлығын жинап, біз өзіміздің аудиториямызды құрамыз. Яғни біздің аудиториямыз әлемде деп бір қысқа қайырамыз. Ал енді Қазақстанда енді тарихи себептер бар оған. Қазір бет бұрыс бар. Соңғы 2-3 жылда біз осы Қазақстан қалаларында көп шақырту алып жатырмыз. Негізі біздің сапарымыздың көбісі шетелге болды. Білмеймін не екен, бізде Қазақстанда көп шақырмайтын. А вот соңғы 2-3 жылда мүмкін біздің жарнамамыз дұрыс емес болғанша, сәл жарнамамызды басқаша жасау керек пе еді менталитетке сай. Бірақ біз көбінесе әлемдік деңгейде жасауға тырысып жүрдік. Соған сай бізді шақырды. Аудиториямыздың көбісі 70% бізде Түркия, одан кейін Канада, одан кейін Германия, одан кейін США, ақш, одан кейін 5-ші орында Қазақстан тұр. Біздің музыкамыз тұтынатын елдердің біз несін жасағанбыз, статистикасын қарап шыққанбыз. Бізді кім көп тыңдайды, бізге кім көп комментарий жазады. 70% Түркия жазады. Одан кейін 30% бөлшектенеді өзі. Одан кейін Канада, Германия, ақш, 5-ші орында Қазақстан. Қайырлы кеш, құрметті қазақ тобы, келгендеріңізге үлкен рахмет. Өнерлеріңізге тәнті болып отырмын. Ассалаумағалейкум, Ержан ағай. Уағалейкум. Рауан би? Иә. Жалпы осы қазақ тобының шығармалары нотада бар ма? Яғни бұл шығармаларды басқа ансамбль орындай ала ма? Ноталар жоқ, басқа ансамбльдер орындалмайды. Жоқ, ноталар шын мәнінде жоқ. 34 шығарма жасаптық осы уақытқа дейін. Біреудің нотаға түспеген. Болашақта түседі бірақ. Өйткені өзімізбен алып кетпейміз ғой. Оның бәрін түсіру керек, күндердің бір күні бүкіл ансамбльдердің игілігіне береміз. Бірақ әзірше емес. Музарттың, Ұлытаудың шығармаларын басқа ансамбльдер орындап отыр ма? Өздері қазақша айтқанда өздерінің наны ғой. Бірақ ол қызғанғаннан емес, әркім өзінің стилін сақтау керек және өзінің репертуарына беріп, авторлық құқық деген бар. Бұның бәрі сауаттылық негізі бар ғой, жігіттер, қыздар. Ертең бітіресіздер, сіздер өздеріңіз жасаған туындыны, аранжировканы барлығын қорғай білу керексіздер. Біреулер рекламаға қолданады, анда қолданады, мында. Оның бәрі қазір нарық деген өз орнына қойып жүйеленіп кеткен. Әрбір шығарманың қолданған тұтынушысы еңбек қой, сіз отырдыңыз, еңбектендіңіз, оның бәрінің ақысы болады. Көрдіңіздер ме? Ол бір саудаласу емес. Андай саудаласу емес біздің жалпақ тілмен айтқанда. Басқаша саудаласу. Кәдімгі кәсіби. Сондықтан ноталар түспеген, ал басқа ансамбльдерге әзірше бермейміз. Әзірше. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Үлкен рахмет осындай керемет кештің куәсі болуға, себепші болып отырғандарыңызға. Менің осындай сұрағым бар еді. Қазіргі хассақ пен 10 жыл бұрынғы хассақтың айырмашылығы және сіздер
жаңадан аспаптар көріп жатырмыз. Вообще өмірімде көріп көрмеген аспаптарды көріп отырмыз. Соған ең бірінші осы идея тастаған, осыны шығарайықшы, осыны көрсетейікші деген идеяны тастаған кім? Әне күні бір кісіден сөз естідім, Мәулананың сөзі бар, жолға шық, қалған бәрін жол жөнекей көресің дейді ғой. Біз жолға шығып кеттік. 10 жыл бұрынғы ансамбль топ, Қастақ тобы, енді шыны керек видеоларын көрсеңіз тыңдай алмайсыз. Ойбай, өшір дейсің. Бірақ ол солай басталады ғой. Алғашқы 1-2 жыл солай болады, ары қарай өзі рет-ретімен келеді. Жол жөнекей жақсы адамдармен, мықты адамдармен сөйлессеңіз, аралассаңыз, сізге аспап жасап береді, сізге бағыт-бағдар береді, мүмкін идея салып, жаңа бір шығармалардың, осындай кісілер кездескен кезде құс базары кездесті бізге. Құс базары әйтпесе бұған дейін кездеспес еді. Сондықтан өйстіп аралас-құрлас болып жүрдік та, шығармашылық қарым-қатынастар болды, керемет ансамбльдермен қосылып ойнап көрдік, әншілермен қосылып ойнап жатырмыз. Сондықтан осылай көреміз, ал аспаптарды о баста болған негізі біздің құрылдағы бір мақсатымыз, біріншіден өзіміздің арманымызды орындау, өсу, өзіміз әлемдік аренаға шыққымыз келді. Біз кейде бөсе береміз ғой. Аспапты жаңғыртсақ, одан кейін ұлтымызға қызмет етсек, бүйтсек, кейде ар жағында негізі адам өзін өзі қалыптастыру ғой, дамыту. Сіз өзіңізді жетістірмей жатып, елді қайтып жетістіресіз да, мысалы. Сіз өзіңізді өсіресіз, кәсіби деңгейіңіз білім аласыз, өсесіз, содан кейін халқыңызға қызмет етесіз. Сондықтан біз өскіміз келді. Ұмтылдық, көрдік, тәжірибе жинағаннан кейін сіздер бізді бүгін шақырып отырсыздар. Тәжірибесіз болсақ, сіздер бізді шақырмас едіңіздер бүгін. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Сіздерге қарап отырсам, өз бақыттарыңызды тапқан тұлғасыздар қазіргі таңда, иә. Бір сұрағым бар, жаңа өзіңіз айта кеттіңіз, конста 2-ші курс оқып жүргенде кім болам деп ойландым деп. Осы біз отқан жастарға қандай әркім өз бағытын табуға деген қандай кеңестеріңізді беретін едіңіздер? Курсыңа ақыл айтасың ба? Кеңесіз жақсы көресіз ғой. Ақыл айту оңай ғой негізі. Кураторы келгесін ба, мына 1-ші курсты мен танымай тұрмын. Ашылып, барлығын айтып отыр. Сұрақта қойып отыр. Керемет, молодцы. Ең бастысы өзіңіздің мамандығыңыздың кәсіби маманы болыңыз. Одан кейінгі заманауи құралдарды меңгеріңіз. Және өзіңіздің өнеріңізді тек бір қырдан ғана көрмесеңізші. Әр түрлі қырдан бір. Одан кейін қазір уақыт өзгеріп жатыр. Әне күні менеджерларға да айттым, ұсыну әдісін өзгерту керек та қазір. Әне күні қай бір жылы Марат Бейсенғалиевтің оркестрі, виолончели, скрипачтар бәрі аспанда оркестр ұшып жүріп ойнады. Жеппен ілініп ше. Уже бір орында отырып жалқып кеткен ғой, мүмкін оны тыңда бір ерекшеленгісі келген шығар. Ұшып жүріп ойнады. Тіпті ішінде біздің народниктар да жүрді, мысалы. Ұшып. Яғни, айтам ғой, бізге бір жігіттің айтып жүрді. Құлақты былай да қасуға болады, былай да қасуға болады. Яғни, қалай істейсіз, оны сіз өзіңіз табуыңыз керек. Іздеп ұсыну әдісін. Жай ғана күй тартпаңыз. Сіз бір жерге отырыңыз, артыңызда светтерді жарқыратып бірдеңе жасаңыз. Сол атмосфераға кіргізіңіз, әңгіме айтыңыз, іздеңіз. Тапсаңыз, онда өз мамандығыңыздың тәтті жерін табасыз, соны қолай бересіз, шыға береді. Саламатсыз ба, қош келдіңіздер. Хасак ұжымы осы пайда болғаннан бастап әлемнің түпкір-түпкірінен көптеген тыңдармандарыңыз көбеюде. Осы тұста қояр сұрағым, осы Хасак ұжымының болашақ жоспарларымен бөліссеңіз, жақын арада бейнебаяндар түсіру, бізді қандай туындылар күтуде? Онымен қоса Ержан ағай, сіз өзіңіздің Инстаграм парақшаңызда айтып едіңіз, жастарды қолдау мақсатында жаңа этно топ құрам деп. Сол жайлы толық ақпарат берсеңіздер. Бәрін мен айтам ба? Бастығаннан бітіресіз. Бізде мына жерде Басекең отыр. Біз осы 10 жыл бойы өзім жетекшілік етіппін. 21 жылдың қаңтар айынан бастап біз саналы түрде кез келген марқұм Майкл Джексоннан бастап
қазір боксерларды алыңыз, кімді алмасаңыз да артында бір кемінде 10 адам тұрады, кемінде, әйтпесе одан да көп команда. Командасыз, мына жасақ деп айтады қазақша, жасақсыз ештеңе шешілмейді, ештеңе болмайтын біз түсіндік, бірақ ол үшін 10 жыл керек болды да бізге, көрініп отырсыздар ма? Бізде қазір қалай жастар, бәрі тез бола қалса деп ойлайды да, бірақ оған біздің миымыз 10 жылдан кейін бірақ жетті. Сонан кейін не істейміз? Бізге продюсер керек, бастаушы адам керек, сауатты адам керек. 5 жыл аманат бейнебаян түсірген, өрлеу, Құрманғазы, біздің концерттеріміз, мына соңғы Республика сарайындағы концерттің барлығын ұйымдастырған осы Ильяс пен Шыңғыс деген екі өте керемет азаматтар, біздің достарымыз. Міне осы екі азаматқа біз ұсыныс тастадық. Продюсер болыңыздар, креативный директор болыңыздар. Қалай айтқыларыңыз келеді? Әйтеуір жетекшілік етіңіздер, команда жинаңыздар. Біз өзіміздің шығармашылығымызды ойнайық. Баяғыда Құрманғазы клипін түсіріп жатқан кезде анау мен ойнап отыратын жерім бар ғой. Стоп, мотор, стоп дейді да, содан кейін барып күтіп отырсам, сөйтсем Нұртуған келіп тұр ғой. Ереке, манты бітті, съемочный командаға пловты бере берейін ба дейді да маған. Әбден ана ұйымдастырушы болып кеткенмін ғой мен. Ана плов, шофер, соны ойлаймын да, соның бәрін менеджерлер істеу керек еді да. Мына жақта біз өзіміздің шығармашылығымызды жасауымыз керек. Қазір рахат, инстаграмымызды беріп қойғанбыз, өзіміз дайындаламыз, бізге ешкім тиіспейді. Мынандай светтердің бәрі өз-өзінен келеді, рахат та. Сондықтан осылай сұрақтың негізі қалай еді, сұрақ? Ауытқып кеттім ғой. Ансамбль қашан құрасыз дейсіз ба? Ансамбль құрайын деп жүрген кезде кеше ғана дүниеге 5-ші балам дүниеге келді. Одан кейін кітабымыздың тұсаукесерін жасап келдік. Осы жерден 250 километр жерге барып үлкен күйшінің кітабын шығарған болатынбыз. Авторы өзіміз 3 жігіт. Соның тұсауын солардың барлығын бітіріп нетпесек, енді болмайды. Алдағы жоспарымыз бейнебаян түсіріп қалатын сияқтымыз. Жақын арада біз міне кеше ғана сол жайында әңгімелестік. Және өте бір серьезный тема. Өте бір масштабный болайын деп тұр, амандық болса. Бейнебаян түседі. Мен ойымша түседі бейнебаян жақын арада. Ал басқа жоспарларымыз көп бізде. Алматы аренаны көздеп отырмыз. Көреміз, рэперлермен қосыламыз ба? Әйтеуір коллаборация болады неше түрлі. Енді біз коллаборацияға жұмыс істейміз. Өзіміз ғана емес. Керемет, Ержан. Балдар, сұрақ аяқтаймыз. Музыкаға көшейік. Ереке, бұл жерде менің бір сұрағым бар. Біріншіден, шынымен де көзге де көрінеді, құлаққа да естіледі. Осыдан 10 жыл бұрынғы, мен 10 жыл бұрынғы демей қойын, осыдан 2-3 жыл бұрынғы Қазақтан қазір міне светтеріңіз, дыбыстарыңыз әрқайсыңызда бірнеше микрофоннан шынымен де үлкен халықаралық деңгейде көтеріліпсіздер. Бұл өте қуантатын нәрсе. Менің ойымша біздің Қазақстандағы ансамбльдердің, тем более осы 4-5 адамдық ансамбльдердің тұңғышы сіздерсіздер. Ал енді составыңызда жаңадан бала келіп отыр екен. Осы жөнінде қалай сонда кеткісіген кетіп орнына бара алып солай болашақта бола береді ма? Сосын ансамбльге музыканы кім жазады? Мысалы Жолбарыс немесе Жол деген шығарма ойнадыңыздар. Кім, қайсы идея тастайды? Кім жазады? Немесе отырып сен күйді бастайсың да барлығы қосылып кете береді ме? Қалай болады ол? Оның бір реті болуы тиісті ғой. Осы жөнінде бір ауыз сөзбен. Мына соңғы сұрақтан жалғастырсақ, қазір енді Дархан айтып кетер. Әр шығарманың өзінің бір біз мақсатпен шығарамыз. Бір тақырыпты аламыз. Міне бүгінгі жастарға не керек дейміз да, бір тақырыпты аламыз. Оны немен жеткіземіз, қалай жеткіземіз деп зерттейміз. Мына келесі шығарма сәл басқаша шыққан. Музыканы біз бесеуімізде шығарамыз. Ешкім, мүмкін бір шығармада біреудің үлесі жоғары болып кететін шығар, бірақ ол біз деген аяға кіреді. Бәрін біз шығарамыз, Қазақ шығарады. Ешқандай, одан кейін нотаға түспейтін бір жақсы бір пайдасы бар, жылдан жылға дамып отырады. Осы міне бір-екі шығармамызды бір 3 жылдан кейін тыңдасақ, мына жеріне мына аспапты бар ғой, керек емес. Орнына мына аспапты орындайықшы. Немесе мына жерінде мынадан көріп былай орындаған дұрыс деп дамып отырады. Мүмкін бір күні кемелденеді, сол кезде нотаға түскенде де жақсы болады да.
шығармалар әртүрлі жағдайда туады. Бір күні шабыт кезінде, келген кезде кейде осылай көп жағдайда біз бір мақсатты түрде бір тақырыпты көтереміз. Ал бізде Нұртуған Қосаманов деген бауырымыз бар, осы 5 жылдың көлемінде осы ансамбль. Бірақ соңғы 1 жылда отбасылық жағдайына байланысты 1 жылға заслуженный отпуск дейді ғой. Кәдімгі лайықты түрде сұранып кеткен болатын. Сол кезде 1 жыл бойы осы Асхат Сағат деген ініміз келіп, бір жағынан тәжірибе жинап 1 жыл бойы. Одан кейін осы жылдан бастап қайтадан Нұртуған тізгінді алып жатыр еді, концертіміз өтіп күшті болып жатыр еді, үйленіп кетті. Енді қазір тағы да отбасы жағдай болып отыр ғой. Сондықтан қазір бір сондай кезең, сәл кішкене тағы да бір демалыс уақытын бердік. Асхат біздің қасымыздағы сенімді серіктесіміз, досымыз, бауырымыз. Кім біледі, мүмкін бұл Асхаттың орны болып қалады болашақта. Әзірше бұл жерде Нұртуған бізде бауырымыз. Демек Асхат үйленгенше осында болады ғой. Осында болады. Асхаттың 2 баласы бар. Ержан, сабағымызды жалғастырайық. Мына балдарда сұрақтан шаршамасын, кезекті музыкаға берейік. Башараларыңызға тағы да қайырлы кеш. Біз де бір сөйлеп қалайық. Иә, біз де сөйлеп қалайық. Мына мен көріп отырмын, бүгін осы жерде міне өзіме жақын, өзімнің курсымның балалары отыр. Көріскеніме өте қуаныштымын мен де. Алдағы уақытта жиі көрсеміз деген ойдамын. Төлепберген ағай, сізге үлкен рахмет. Осындай бір керемет бір сабағыңызға, мастер-классыңызға шақырып отқаныңызға. Келе берейік бізде. Енді көп созбай келесі шығармамыз Хасақ тобының авторлық шығармасы. Бізде әдетте шығармалар жаңағы Ерекең айтып кетті ғой, бір тақырыпқа, бір оқиғаға байланысты шығып отырса, мына келесі орындайтын шығармамыз ешқандай тақырыпқа, ешнәрмеге тірелмеген, таза өзіміздің ойымызда, жүрегімізде не тұр, соны шығардық. Бізде шығармалар көбіне бір 10-11 дайындықта шығып отырады, жалпы ортақ есеппен. Енді бұл шығарманың ерекшелігі 2 дайындықта шықты. Ол дегеніміз өте тез шықты. Атын Аңсау деп қойдық, символика ретінде. Әрқайсыларыңыз енді болашақта өздеріңіз армандарыңыз бар, жоспарларыңыз бар. Соларды жоспарлап, аңсап, қалай жетеміз деген секілді сөйтіп қиялдап отырсаңыздар болады енді. Аңсау деген бір ерекше шығарманы қабыл алыңыздар, ойнап берейік.
Келесі шығарма аманат. Бұл Мирас Қадырмат бауырымыздың сөзіне жазылған. Аманат атты туынды 2000 қателеспесем 15-нің соңында жазған болатынбыз. Осыдан 6 жыл бұрын 2016-та бейнебаян шығып, бізді таныстырған, біздің атымызды шығарған осы шығарма. Сондықтан бұл шығармаға рахмет. Аманат бұл жастарға, бізге, өзімізге, жастарға арналады, замандастарға арналады. Ел, жер, дәстүр, бұның бәрі аманат. Егер біз білімді болмасақ, бұның бәрі далаға кетеді. Қазір білімділердің уақыты. Сондықтан сапалы білім іздемесеңіздер, рахаттың бәрі уақытша. Ал Қазақстан даму керек, сондықтан рахатты қоя тұрып, жас келсе іске дейді. Істеп тастау керек, 40-қа дейін, 50-ге дейін, сосын 50-ден ары қарай қалған жұмыстарды істейсіздер, өлгенше. Сондықтан біздің де негізгі мақсатымыз осы, өзіміздің артымыздағы бауырларымызға, жанымыздағы замандастарымызға осылай аманат деп шығарма шығардық. ертеңім болады
мына гүлдер бірінші курс атынан және ата анадан. Ержан, балдар, менің ойымша енді қызып жатқан сияқты, иә? Күйден бастады, өлең айтты, енді би ғана жетпей тұрған сияқты. Билеп жүреміз қазір. Ереке, жалпы балдар, сізбен біздің миссиямызда сабақ беру, көрінген конспектіні оқытып, баға сұрау ғана емес, ой түрткі болу. Себепсіз салдары болмайды балдар. Ереке, мына алдындағы отырған балдардың барлығы да шетінен талантты. Тек оларды қозғап жіберу керек. Доп балдар, мынаның үстінде тұрған доп өздігінен өзі тұрады. Өздігінен өзі ол қимылдап жүріп кетпейді. Оны міндетті түрде түрту керек, немесе тез жүру үшін тебу керек. Сіздер доп емессіздер, сіздерде тебудің керегі жоқ. Сондықтан әрқайсыңыздың көкейлеріңізде осындай болсам, осындай құрсам, осындай жазсам деген ұмтылыс болу керек. Сол ұмтылыс сіздерді болашаққа үлкен жолдарға жетелейді. Жолға түсіп кеткеннен кейін, жаңа Ержан ағайларың айтып кеткендей, жол барлығын көрсетеді. Жақсыны да, жаманды да, сұлуды да, сұлу емесінде. Ереке, өкінішке орай, уақыт өзі тым шектеулі. Сондықтан мүмкін болса бір шығармаларыңызды немесе күйлеріңізді орындап, сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтасақ. Болды. Рахмет. Құрметті студенттер, ең әуелі ықылас білдіріп шақырғандарыңызға рахмет. Енді мен жеке келе аламын осы жерде көрермен болып, бірақ Қазсақты шақырғандарыңызға рахмет. Төлеп ағамызға үлкен рахмет. Көпшілікті біз әркесте құрметтейміз. Енді ақыл айта беру оңай. Ең басты іспен көрсеткіміз келеді. Көріп жатсыздар, керегін аларсыздар, керек емесін қоя жатарсыздар. Келесі бағана ағамыздың аузынан би деген сөз шығып қалды. Біз Қара жорғаны орындап жүрейік. Қара жорғада, қазақта Қара жорға деген түрлі күйлер бар. Қара жорға деген әндер бар. Шығыс өлкеде, Жетісу өлкесінде, оңтүстік шығыста Алтай мен ортақ буын биі деген сақталған. Оны біреу қазақтікі дейді, қазақтікі емес дейді. Ол сіңгеннен кейін ол Барбытта қазақтың мастерлары жасайды Қытайда. Енді бұл түркі халқына ортақ аспап деп есептейміз. Сондықтан буын биі де сондай би, ортақ би, сол Алтай мекенінде елдерге ортақ би. Осы үш жанрды, үш арнаны бір жерге тоғыстырдық. Біз де Қара жорғаны орындап берейік. Сонымен рахмет.
жорға болмаса бидің сәні келеме қос ете көйлек кимесе қыздың сәні келеме келе бермес ыңғайға дәл осындай күн қайда ойнаңыздар жамағат қара жорға болмаса бидің сәні келеме қос ете көйлек кимесе қыздың сәні келеме жорға жорға қара жорға 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 қара жорға 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 қара жорға 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 қара жорға Балдар, сендер неге тұрып кеттіңдер, сабақ қой бұл. Ал қадірлі Хасақ, Ержан бастаған сіздерге көп рахмет. Жалпы өмірге келгеннен кейін адамға пайдалы болу ең үлкен қасиет. Мен ойлаймын, біздің мына студенттер таң атқанша ұйықтамай, бүгінгі көрген білдерін бір-бірімен бөлісіп, және қолдарына аспап алып, екеуден, үшеуден қосылып, күні бүгіннен осы қазірден ансамбль бастап кететін сияқты. Ал құрметті достар, біздің кішкентай ғана сыйлығымыз бар. Бірінші курстардың атынан сіздердің барлығыңызға кеше ғана шыққан кітабымнан тарту етейін. Ей жасаған бұл. Кәне Асқат. Айналайын. Құрметті оқушылар, Хасақ мәңгі жасасын. Ал енді Ержан мырза ұқсат болса, бізде фотосессия деген бар. Буквально бір 5 минут қана аламыз. Балдар сахнаға, тездетіп.